Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Математика пәні 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы есепке айнымалысы бар өрнектер құру. 138-ші сабақ. Оқу мақсаты. Айнымалысы бар өрнектер құруды және оларды есептеп шығару үшін қолдануды үйренеміз. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. 100 шақырымнан асады. Сондай-ақ осы белдеудің ішінде миллиондаған ұсақ астероидтер болады. Әдеттегі астероидтың сыртқы бетінің орташа температурасы 73 градус. Кейбір теорияларға сүйенсек, белгілі астероидтың көпшілігі басқа ірі денелердің жарықшақтары болып табылады. Метеорлар дегеніміз жарықтың жарқыраған жолақтары. Олар аспанда пайда болады да, қайта жоқ болып кетеді. Оларды адамдар аққан жұлдыз дейді. Өйткені метеор аспанның Айнымалы. Әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнінде өрнектің мәнін табу керек. Балалар, оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Теңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Берілген теңдеуге ықшамдауды қалай орнатуға болатынын айтып бер. Теңдеуді шеш. 76 көбейтілген x тең 38 көбейту 50. 76 көбейту x жазып қоямыз. 38-ге 50-ді көбейтеміз. Кәне балалар, 38-ге 50-ді көбейтіп көрейік. Қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 1900 болады екен. Яғни 38 бен 50-дің көбейтіндісі 1900. Енді балалар x тең көбейту амалын біз бөлу амалымен алмастырамыз. 1900-ді бөлеміз. Қаншаға? Дұрыс айтасыңдар. 1900-ді бөлеміз 76-ға. Енді бөлек, кәне балалар, орнымызда отырып 1900-ді 76-ға бөліп көрейік. Қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 25-ге тең болады. Балалар, есіңе сақта. Есептерді санды өрнек түрінде жазып шығаруға болады. Оның мәнін есептеп, сен есептің сұрағына жауап ала аласың. Егер есептердің шартында санның орнында әріп тұратын болса, онда өрнекке шешімді әріптің көмегімен жазуға болады. Балалар, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында бір барқыт гүлдің бағасы А теңге, ал бір раушан гүлдің бағасы 30 теңге артық. Енді балалар, бірінші біз бір раушан гүлдің бағасын табуымыз керек. Өрнек түрінде жазып қоямыз керек екен, балалар. Бір раушан гүлдің бағасын табу үшін біз А мен 30-ды несеміз? Қай амалды орындаймыз? Артық десе. Дұрыс айтасыңдар. А қосу 30 деп аламыз, балалар. Келесі 5 барқыт гүлдің бағасы. 5 барқыт гүлдің бағасы. Ендеше қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Көбейту амалы орындалады. Келесі 3 раушан гүлдің бағасы. 3 раушан гүлдің бағасы. Жаңа бір раушан гүлдің бағасы 30 теңге болса, енді 3 раушан гүлдің бағасын табуымыз керек. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші қай амал орындалады? Қосу амалы орындалады. Яғни Аға 30-ды қосып аламыз. Одан кейін несеміз? Дұрыс айтамыз. Одан кейін көбейтеміз. Нешеге балалар? 5. Нешеге көбейтеміз? 3-ке көбейтеміз. Яғни біз табуымыз керек
3 раушан гүлдің бағасын. Жарайсыңдар балалар. Келесі 5 барқыт гүл мен 3 раушан гүлдің құнын табуымыз керек екен. Яғни, бізде барқыт гүлдің бағасын табу үшін біз қай амалды орындадық? Дұрыс айтасыңдар, көбейтеміз. Аны көбейтеміз 5-ке. Және ортасына қандай амал қоямыз? Барлығын табу үшін қосу амалын қоямыз. Жарайсыңдар балалар. Енді раушан гүлдің бағасын табу үшін аны 30-ға қосамыз. Яғни ол бізде 1 раушан гүлдің бағасы. Енді оны несеміз? Бізге қанша раушан гүл керек? 3 раушан гүлдің бағасын табу керек. Ол үшін біз несеміз? Дұрыс айтасыңдар, көбейтеміз. Қаншаға? 3-ке. Жарайсыңдар балалар. Енді біздің есеміз дұрыс болды ма? Жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Енді осы есептің ары қарай орнымызда отырып өзіміз жалғастырайық балалар. Есеп сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, үшінші есептің әсін және бысын өзіміз орнымызда отырып шығарамыз. Балалар, енді төртінші тапсырмаға назар аударайық. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке алмастыр. Қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан аралығында да белгіле және шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Балалар, 385 артық x артық 392. Енді балалар, бұл жерде 300x артық нешеден? 385-тен және x кем 392-ден. X кем 392-ден. Енді бұл жерде қандай сандарды жазамыз? Яғни x-тен артық, x артық болу керек. 385-тен 385-тен қандай сандар артық? 386. Жарайсыңдар. Тағы да 387. Жарайсыңдар балалар. 388. 389 және 390. 391. Балалар. 391. Жарайсыңдар балалар. Енді жауабын тексеріп көрейік. Біз дұрыс жауап бердік. Балалар, енді осы есепті әрі қарай, егер есеп түсінікті болса, әрі қарай өзіміз орнымызда отырып, шығарып көрейік. Балалар, 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Сызба бойынша санды өрнек құрастыр және оның мәнін тап. Және барлығымыз отырып, санды өрнек құрастырып көрейік. 100, дұрыс айтасыңдар, 100 қосылған неше деп аламыз? 36. Жарайсыңдар. 100 қосылған 36. Көбейтеміз. 100 азайту 36-дан. 100 азайту 36-дан. Енді балар шығарып көрейік. 100-ге 36-ны қоссақ қанша болады? 136. 100-ден 36-ны алсақ 64. Ендеше 136-ға 64-ті көбейтейік. Қанша болады? Ойланамыз балалар. Дұрыс айтасыңдар. 8704 болады екен. Жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап берген екенбіз балалар. Енді балалар, осы есепті ары қарай өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Білемін, білдім, әлі де білгім келеді. Балалар, бүгінгі сабақта көңіл күй әсері етті ме? Сабақта қай тапсырма қызықты болды?
қандай тапсырмалар ұнамады? Біз әлі де нені білгіміз келеді? Сол жөнінде айта отырайық балалар. Үйге тапсырма 5-8 есеп 33-34 бет.